затыңа бер, затын бер ал. Иә, отыра. Балалар өте жақсы, бәрің әдемі секіріп кірдіңдер. Сол кірген бойда сендерді топқа бөлді, байқадыңдар, иә? Сол енді әр топқа барып отырмыз. Бүгін балалар біз сендермен дүниетану сабағын өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы спорт денсаулық кепілі. Балалар, біз өткен сабақта біз қандай тақырып өттік? Өткен тақырып қандай тақырып еді? Менің ата тегім, иә. Өткенде мен сендерге үйге тапсырма 7 аталарыңды жаттап келіңдер деген болатын, иә? Жаттадық па? Иә, өте жақсы, жарайсыңдар. Біртіндеп сұрап шығар, айта ғой. Қалжан, Рахымжан, Сейітжан, Сүлеймен, Әбем, Қозыбағар, Айтман. Малыс, өте жақсы отырады. Рахматулла, Валихан, Сағындық, Сатқанбаев, Мұжамбек, Аманбай. Сосын? Сотқаров. Өте жақсы. Жаттадыңдар? Есіңізге түсіріп аламыз, тағы да. Ернат, Тұманбет, Ғани, Тұманбет. Есіңізге түсіріп аламыз, үнжу. Тұржан, Тұттыбай, Аужан, Садуақас, Батыр, Дос, Шот. Өте жақсы. Айбек, Ерболат, Шақтыбай, Сақиев, Анапия, Бақтияр, Шейхат. Өте жақсы. Сендер? Тұғынбек. Есімізге түсіріп аламыз, әділет отырамыз, еске түсіреміз. Тағы. Жаттап па? Кеттік. Қарай. Рамазан, Ерболат, Абдырахман, Сыман, Қымбарбай, Айтқұл, Байы. Өте жақсы. Кеттік. Амырхан, Рамазан. Есімізге түсіреміз, іңкәр. Өте жақсы. Ұлан, Қанат, Олжабек, Сүлеймен, Кембай, Кенжебек, Еркінбек, Шекербек, Нұрлыбек. Өте жақсы. Барлық аталарын жатқа білесің, не? Мұрасы, Қайрат, Сатай, Сағындық, Имамбек, Дәмен, Желаяқ. Өте жақсы. Бегасыл, Рахымжан, Бақытжан, Нұржан, Төлепберген, Байбөрі. Есімізге түсіріп аламыз. Әшет. Тез-тез. Нұрасы, Бадәулет, Бекмұхан, Бекұлы, Башыбек. Есімізге түсіреміз, Әсет. Нұртай, Айболат, Керімбек, Жаман, Жанабай, Байсал, Қоспанбақ. Өте жақсы. Кеттік. Бейбас. Қанат, Еркінбек, Рахымша, Қалмырза, Жамантай, Омар, Малқар. Өте жақсы. Айдос. Айдос, Асылбек, Дәулет, Қабас, Торғай, Сары, Үсенбай, Алдаберген. Өте жақсы. Жарайсың. Адина. Жақсылан, Шамшат, Инаят, Ханет, Ешран, Мәмәләтин, Беймасақ, Нұрлыбек, Орақ. Өте жақсы. Барлық атасы білетін тұшық сақтаймыз. Кеттік. Арафат, Орасхан, Қасымхан, Қошқарбай, Дайымбек, Ырсынбек. Өте жақсы. Абдужапар, Тұрлыбек, Дүйсенбі, Наурызбай, Қойсоймас, Мини, Асан. Өте жақсы. Ислам, Саржан, Назан, Мағаметәлі, Ақпаны, Көкімір. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар, бүгін барлықтары 90%-ға 7 аталарымызды жаттап кеттік, иә? Өте жақсы. Барлығымыз 7 атамызды біліп жүреміз. Енді бүгінгі сабағымыз балалар, спорт, денсаулық кепілі. Енді қараңдар, балалар, жаңа сендер не істедіңдер? Барлықтары үй тапсырмасын істеп келді? Орындап келдік, иә? Енді қараңдар, соған байланысты мына жерде біз спорттық ойындарымызға байланысты баскетбол әдісімен сендерді бағалап отырамын. Жаңа айтып шыққан балалардың барлығына мен баскетбол доптарын салып шығамын, иә? Сол бойынша не істейміз? Сендерді бағалап отырамыз. Түсінікті ғой, иә? Маған кім айтты? Айдос айтты, өте жақсы. Алина айтты, Айым. Балалар, бүгін сабақта кім жоқ? Кім жоқ?
балалардың бәрін бағалаймыз. Бейбарыс айтты, Нұрай айтты, Жанмали айтты. Кім жауапты? Соңында айта алмай, жалғасын айта алмай қалғандар кім еді бізде? Аружан, сосын? Так. Аружан. Олар енді бәрін бірдей бағалай берейін, я? Барлықтарын қарап отырмыз. Не жинап жатырмыз? Бал, я, баскетбол добын жинап жатырмыз. Көрдіңдер ма? Барлықтарын не істеп жатырсыңдар? Тапсырманы керемет орындап жатырсыңдар, я? Өте жақсы, бәріне салынды, я? Енді қараңдар. Келесі біздің бүгінгі сабағымыз спорттық ойындар балдар. Спорт дегеніміз не балдар? Кім айтады? Айта қойыңызшы. Спорт дегеніміз біздің денемізге ауырмау үшін бізге спорт керек. Сосын аяқтарымыз жинау үшін, сосын денсаулыққа. Өте жақсы. Бибайым айта қой. Спорт денсаулыққа пайда береді. Тағы Спорт біздің жалпы денсаулығымызға пайдалы, я? Барлық спорттық ойындарды біз білеміз, я? Барлық спорттық ойындарды білеміз ба? Қандай спорттық ойындар бар? Кім айтады? Баскетбол, хоккей, волейбол, тағы я, велошабандоз, тағы да семсерлесу өте жақсы. Енді қараңдар, дұрыс, ауыр атлетика дұрыс өте жақсы. Енді балалар, 30-31 беттегі спорт денсаулық кепілі деген тақырыпты ашайық. Аштық па? Балалар, спортта жазғы және қысқы олимпиада деген олимпиада болады. Ол неліктен жазғы, неліктен қысқы? Қалай ойлайсыңдар? Неліктен жазда, неліктен қыста болады? Айта ғой. Олимпиадада, мысалы жазда жүгіру олимпиадасы. Өте жақсы жүгіру олимпиада. Хоккей, өте жақсы тағы да. Я, тағы да. Қыста шаңғы тебеді, я? Дұрыс өте жақсы. Суға түсіп жарысу. Дұрыс өте жақсы. Суға түсіп жарысады. Я, өте жақсы. Қыста болса? Тағы да. Хоккей ойнайды, я? Жаңа я? Өте жақсы. Енді қарады, отыра ғой. Енді қарайды. Енді суреттер берілген, қарап тұрсыңдар ма? Кітапта суреттер берілген, бірнеше суреттер берілген. Сол суреттер бойынша балалар кубик, рубик ойынын ойнаймыз. Әр топтан бір-бір оқушы маған шыға қойсын. Мына жақтан кел ақ, Әділет кел. Мына жақтан кел ақ, я, дұрыс. Отыра ғой. Бибайым отыра ғой сен. Мына жақтан кім шықты? Жоқ, бәрін Бибар сен отыра ғой, шыға ғой. Кел жақтан, кел ақ. Олан кел ақ. Енді мынаны балалар тастаймыз. Тастаған кезде қандай сурет кімге түседі? Бірінші бір-біреулеп тастаймыз. Сурет түскен кезде не істейміз? Сол түскен сурет бойынша кішігірім өздерің білетін мәліметті айтамыз. Түсіндіңдер ғой, я? Кел. Әділет бастаймыз. Бақтыра ғой. Бақтыр. Қандай ойын түсті? Баскетбол. Қандай ойын? Баскетбол. Баскетболды не істейді? Ойнайды. Ол ойында допты шеңберге салуы. Я. Сосын? Қанша команда болып ойнайды? Бір команда болып ойнай ма? Екі команда ойнайды. Өте жақсы. Әділетке жарайсың, өте жақсы. Әділетті бағалап жіберейік. Жүгіріп түсті ма? Айтамыз. Біз жүгіргенімізде аяғымыз қатаяды және де бұлшық етіміз аяғымыздың бұлшық еті қатаю үшін біз жүгіреміз және де басқа да жаттығулар жасаймыз. Иә, өте жақсы. Жүгіру арқылы біздің өкпе тыныс алу неміз ашылып және аяғымыздың бұлшық еттері қатаяды, иә? Өте жақсы. Енді ала қой. Ауыр атлетика. Дұрыс. Ауыр атлетика. Ауыр атлетика. Адамдар ауыр атлетиканы ойнап, Гир көтеріп, мықты болады. Иә, енді балалар бір сұрақ қойып сендер
сіздерге осы ауыр атлетикадан әлем чемпионы болған, әлемге әйгілі 3 дүркін чемпионы болған кім? Ауыр атлетикадан. Юзеф Саттарханов емес. Бокстан ой. Ойланайықшы. Илья Ильин. Я, дұрыс я. Отыра ғой. Жарайсың. Тағы лақтырамыз. Айналдырамыз. Бұл не? Я. Бұда біз қолымызға таяқ алып, өзіміз жүгіріп бара жатқан кезде сол таяқты жерге қойған кезде ол ары қарай секіріп кетеді. Я, секіріп ары қарай сыртпен секіреміз. Өте жақсы. Енді екі ойын қалды. Екі ойынға біреуіне шыға ғой. Анжым шыға ғой. Мына жақтан артынан шыға. Абай мен шығайын. Ал, қазір береді. Жоқ, екі-ақ ойынға. Екі-ақ сурет қалды. Екі суретпен Үнжуменен Аружан қалса қалғанымыз отыра қояды. Тағы да ойын бар, балдар. Тағы да ойын бар, балдар. Тағы да ойын бар. Әдина отыра қой. Кет. Тағы да ойын бар. Бәріне шығамыз, балдар. Тағы тастаймыз. Жоқ. Аламын. Қандай сурет? Бұл жақта суда бір адам жүзіп жатыр. Иә. Иә. Бізден мынандай Жүзу жаттығулары бар, иә? Енді қараңдар. Жүзуді қайда жасаймыз біз? суда Теңізде бар, иә, дұрыс. Теңізде біз жаттығуды жасай алмаймыз, иә? Теңізге өз еркімізбен жаздық демалыстарға барған кезде ойнаймыз. Ал біз олимпиадаға қатысқан кезде қай жерде ойнаймыз? Бассейндерде. Жабық бассейндер болады және ашық бассейндер болады. Өте жақсы отыра қойыңыздар. Так. Так. Енді бізде бір сурет қана қалды. Қандай сурет? Семсер? Иә, семсерлесу. Бұл жерде адамдар шайқасады. Иә, семсерменен ойнайды. Иә, ол жер. Бұл жерде Бұны ашық алаңда ойнай ма, жабық алаңда ма? Дұрыс, өте жақсы. Жабық алаңда ойнайды. Отыра қой, өте жақсы. Сонымен суреттер талдадық па? Суреттерде не байқадық біз? Әр спорттық ойындар бар екен. Енді осы спорттық ойындарда қанша топқа бөлінеді екен жаңа айтқан? Жарты және қысық спорттық ойындар болып бөлінеді екен. Ендігі тапсырмамыз балалар, мен сендерге мынандай мозаика таратып беремін. Бұл мозаиканы құрастырасыңдар, сөйтесіңдер де қандай сурет шықты, сол жайында айтып береміз. Жаңа де біздің қыстық және жаздық ойындарымыз шығады. Қарастырамыз. Шуламаймыз. Берсей. Дұрыс, топпен жасаймыз. Бейбарыс топпен жасаймыз. Айдос, топпен жасаймыз.
Алдарында артық сурет болса, кері ойын. Қандай сурет шықты? Хоккейші ойын шықты, иә. Хоккейші туралы мәліметті дайындай береміз, айта береміз. Сендерден футболшылар, өте жақсы. Сендерден жүгіру ма? Иә, велосипедшілер шықты, иә. Сендерден қандай шықты? Хоккей ма? Жоқ, ойнағанбыз. Қандай не істейді? Не істейді? Шаңғы, дұрыс, өте жақсы, шаңғы. Так, тыныштық сақтаймыз. Велошабандоз тобынан қандай сурет шықты? Хоккейді қай кезде ойнайды? Қыста олимпиада, иә, қыста ойнайды. Ашық алаңда ма, жабық алаңда ма? Жабық та да, ашықта да болады екен, иә. Ашық болған кезде күн салқынға суықта ойнайды, қысқан кезде, ал жабық алаңда жазда бірақ іші салқын жерде ойнайды, иә, өте жақсы. Сендерден қандай сурет шықты? Бұзып қойдыңдар ма? Жоқ, бұзып қойдың. Футболшылар шықты. Футболшы. Қай кезде ойнайды? Жазда. Иә. Ашық алаңда, жабық алаңда? Ашық. Ашық алаңда. Өте жақсы. Сендер жел аяқта қандай сурет шықты сендерден? Велошабандоз. Не істейміз? Иә. Сен не істейміз? Менен не істейміз? Жаттығу жасаймыз, дұрыс аяғымызбен. Аяқ қатаяды, өте жақсы. Бұл жігіттерін қатаяды, дұрыс. Өте жақсы. Бала шуламаймыз, тыныштық сақтаймыз. Енді осы топ бойынша тағы да бағалап шығайын. Аяқтан Аружан дұрыс, жақсы жауап берді, өте жақсы. Мына топтан. Так, Інжу. Інжу шықты. Інжудің несін айтты. Так, Бибайым. Бибайым мен? Не шықты? Жоқ, Айдостың қасында отырғанымыз. Адина ма, Мадина ма сен? Адина. Так, Бибайым және? Адина. Бибайым және Адина. Қазір балдарымыздан таптай болады. 8. Иә, қазір бағалайын. Енді балдар, ендігі тапсырма, тыныштық сақтаймыз. Келесі тапсырма, сергіту сәтін ойнаймыз. Сергіту сәтінде балалар, мен баскетбол ойынын сендерге жасап берген боламын. Баскетбол ойында қанша команда болады дедім? 2 команда болады дедім. Өте жақсы. 2 команда болады деген болады. Бірінші тыныштық сақтайық. Тыныштық сақтай аламыз ба? Иә? Енді 2 оқушы маған столын бере тұрсын. 2 оқушы столды бере тұрайын. Ортаға қою үшін. Мына жақтан тағы бір оқушы бере қойшы. Мен әр топтан өзім шығарып, енді шықпаған оқушыларды шығарып жараймыз. Балдар тыныш шаласпаймыз. Меден шыға ғой. Меден, қазір қояды, меден шыға ғой. Мына топтан келе ғой, ерасып келе ғой.
аяқты. Билеттің тобынан келсек бір-біреу. Отыра. Бірінші билеттің тобы бітсін. Отыр. Адина. Тобы бітсін да. Кімнің? Ерасылдың тобы бітсін да. Кел. Кел. Адина. Балдар, кішкене оқытылар неғылайық та? Дәлдікпен тастайық, әдет кесейік. Отыр. Жылдам. Келесі. Кел, шырамайды. Әдет анан ақ кел. Кім қалды неқта? Кел ақ. Не барсың тобға? Кел ақ. Отырамыз. Кел. Дikkat kел ақ. Әдет. Кел. Мадина. Кел, кім қалды мына жақта? Адина. Айдос кел ақ. Жарайсыздар балдар, отырамыз. Балдар, біз баскетбол ойнағанша ести алмайды екенбіз. Бізге баскетбол ойынын ойнау үшін көп тәжірибе керек екен, я балдар, я? Біз дәлдікті әлі үйрен алмаппыз, я? Енді дене шынықтыру пәнінде апайларыңа, ағайларыңа міндетті түрде баскетбол ойынына кольцоға допты дәлдеп салуды не істейсіңдер? Үйренесіңдер, жарай ма? Сол арқылы шынығасыңдар, я? Енді келесі тапсырма. Кітапты ашамыз. Ашты. Дәптеріміз ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Қарашаның 21-і. Дәптерімізге әдемілеп жазамыз. Қарашаның 21-і. Спорт, денсаулық, епілі. Кітапты ашсаңдар, балдар, сен білесің бе дейді, мына жерде қарайшы кітапқа. Әр 4 жылда бір рет олимпиадалық ойындар өткізіледі екен. Дүние жүзінің спортшылары кім күшті, кім жүйрі, кім төзімді екенін анықтау үшін күш сынасады екен. Ең алғашқы олимпиадалық ойындар 3000 жылдай бұрын ежелгі Грекияда өткен екен. Енді осындай олимпиадалар біздің елімізде де, біздің әлемде де не істеп жатады? Өтіп жатады екен. Соның бірі ретінде, балалар, бірі ретінде әлемдік қараңдар. 2020 жылы жазда өткізілетін болған олимпиада, алайда COVID-19-ға байланысты, пандемияға байланысты 2021 жылы тамызда өткізілді. Бір жыл кеш өткізілді. Неге байланысты? Пандемияға байланысты. Бірақ соның өзінде де сол жерде санаулы адамдар кірді. Ашық алаңның сол олимпиаданың ашылуына тек VIP қонақтарды қанша 950 ғана келген болатын. Енді сол олимпиадада бізді мына спортшыларымыз орындар алып келді. Енді қараңдар, бұл жерде Елдос Сметов дзюдодан 3-ші орын алып келді. Зульфия Чинчанло жаңағыдай ауыр атлетикадан 3-ші орын алып келді. Игорь Сон жаңағы ауыр атлетикадан 3-ші орын алып келді. Қамшыбек Күнбай бокстан 3-ші орын алып келді. Сәкен бокстан 3-ші орын алып келді. Нұрислам жаңағыдегі жүзуден 3-ші орын алып келді. Және Дархан каратеден, сосын кейін София
каратеден 3-ші орын алып келді. Сол әлемде болған жаздық олимпиададар осындай орындарды, 3-ші орындарды алып келді. 3-ші орынға қандай медаль беріледі, балдар? Күміс па? Қандай? Қандай медаль? Дұрыс, өте жақсы. Қоладан жасалған не береді? Медаль береді екен. 1-ші орынға қандай медаль береді? Алтын. 2-ші орынға күміс. 3-ші орынға қола медалын береді 3-ші орынға. Енді балалар, өте жақсы. Біз жаңағы дәптерді аштық, бүгінгі күнді жаздық. Енді не істейміз? Сен білесің бені дәптерге әдемілеп көшіріп аламыз. Көшіріп аламыз. Сен білесің бені дәптерге жазып аламыз. Жазамыз. Иә. 31-ші бетте сен білесің бе? Сен білесің бе деп жазып, ары қарай жазып аламыз. Болғанымыз қаламсақты орнына қойып, дәптерімізді жабамыз. Болдық па? Жоқ. Жылдамдатамыз. Тыныш, қыздар. Болдық па? Дәптерімізді жабамыз, бір шетке қоямыз. Дұрыс. Келсе жылдам. Дәптерді жабып, бір шетке қоямыз. Келесі тапсырманы орындайық. Болдық па? Жоқ. Жоқ. Келесі тапсырмаға маған Мадина шыға қойшы. Селам. Келесі тапсырма. Балалар, келесі тапсырмада пантомимо. Бұл жерде ол тапсырма қимыл іс-әрекетпенен Мадина көрсетеді спорттық ойындарды. Сендер табуларың керек, жарай ма? Түсіндіңдер ма? Иә. Жүгіру. Өте жақсы. Жоқ. Тағы. Иә. Мен секіру. Өте жақсы. Отыра ғой. Адина, өте жақсы. Аяғын келіп. Балалар, барлығымыз қатысып жатыр, қатыспаған балалар да қатысты. Жүзу. Өте жақсы. Өте жақсы. Сен. Қашақтан, келіп, айдышы. Ауыр атлетика. Өте жақсы. Өте жақсы. Кел, қашақтан жоқ, білмеймін. Сен отыра ғой, діни ислам, келіп. Діни ислам, келіп. Мен енді діни исламға айтам. Берге, тағы бір
Tapma o'tiramiz. Jaraydi. Yerda. Balalar chiqqan balalar, chiqqan balalar chiqsin, ya. Tinch. Durust, o'ta yaxshi, Madina durust. O'ta yaxshi. Ko'rdi balalar. Hareketi, ishora hareketi orqali ne istep жатырмыз? Sportdық ойындарды қалып жатырмыз, ya. Енді балалар, қазір барлығын шығамыз. Ендігі келесі тапсырма нысана ойынын ойнаймыз. Нысана ойында балалар. Мына жерде нысана берілген, ya. Енді қараңдар балалар, бұл жерде нысана ойыны сендерге оңай деп ойламаңдар. Әр тапсырманың нысана ойынның әр тапсырмасында сандар берілген, ya. Сол сандарға сендер тиіп жатсаңдар, мына жақта күрделі сұрақтар бар. Сол сұрақтарды не істейміз? Жауабын табамыз. Қазір 1 минут. Апай мен шығайын. Апай. Қазір шығамыз. Нысанаға тигіземіз де, мына жердегі сұрақтарды табамыз. Сақтаймыз, балалар шуламаймыз, тыныштық сақтаймыз. Енді мына жақтан келабы, Ризанов келабы. Ризанов, отырамыз, қалғанымыз отырамыз. Шығамыз. Өте жақсы 13. Мына жақтан бір билет аламыз. Соңғы сұраққа жауап бересің. Оқи ғой. Жазғы Олимпиада ойындарына қай спорт түрлері жатады? Футбол, баскетбол, жүзу, хоккей. Жарайсың, өте жақсы. Әсел шығамыз. Шығамыз, я. Апай, судан кейін мен шығайын. Тыныш балалар. Өте жақсы. 11 ма? Бар, алаңғы сұрағында. Оқи ғой. Сен қандай спорт түрімен айналасың? Я? Қандай спорт түрімен айналысасың? Қандай спорт түрімен? Болады? Гимнастика. Я, гимнастика. Сен гимнастика өз таңдауыңмен бардың ба? Я, өз таңдауымен бар. Не өте жақсы отырған. Балалар гимнастикада ол спорттың түріне жатады. Мына жақта. Ұлан келе ғой. Ұлан шыға тұрған. Я, шыға. Я, 20. Қыстық Олимпиада ойындарына қай спорт түрі жатады? Қандай спорт түрі? Хоккей. Сосын? Шаңғы. Сосын? Тағы да? Мәнелеп сырғанау. Өте жақсы мәнерлеп сырғанау. Отырады. Келесі, мына жақта. Медалдарын атаңыз. Қандай? Бірінші орынға қандай? Алтын. Екінші орынға? Күміс. Үшінші орынға? Қолда, я? Қолдан жасалған. Тыныштық сақтаймыз. Отырамыз. Орнымызға бейбарыс отырамыз. Я, шығамыз. Өте жақсы. Бокс алаңы қалай аталады? Бокс алаңы қалай аталады? Стадион. Ойланамыз, тағы да. Жоқ, ойланамыз. Бокс алаңы қалай аталады? Кім біледі? Тағы да. Ойланамыз. Сол спорт залдың ішінде қалай аталады? Тағы қалай аталады?
Ринг деп аталады, балдар, естеріңде болсын, жарай ма? Орнымыздан тұрмаймыз, балдар, отырамыз. Кім орнынан тұрады? Шығармай 18. Отырамыз қазір. Алам. Мұзда санайтын аяқ киім. Қандай? Кім айтады? Коньки. Есінде болсын. Кел, ал. Тыныш. 20. Қазақтың ұлттық ойындарын атап. Сосын. Футбол. Тағы да. Тоғызомалар. Тағы да. Дұрыс, өте жақсы. Қазақтың ұлттық ойындары. Арқан тарту, тағы да. Сосын. Алты бақа. Сосын. Тоғызомалақ. Естеріңде болсын, отырасың. Енді біреу қалды. Тоғыз. Соңғы сұрақ. Жазғы олимпиада ойындарына қай спорт түрлері жатады? Футбол. Алдымызға қараймыз. Балаларға қараймыз. Футбол, баскетбол, тағы да волейбол, теннис, тағы жүгіру, тағы да суда жүзу, өте жақсы, отыра қойды. Балалар, сонымен біз спорттық ойындарды білдік па? Білдік, барлығын спорттық ойындарды білдік, иә? Жазғы және қысқы болып бөлініп, екі олимпиада болады екен, иә? Өте жақсы. Енді қараңдар. Қолымызды қоямыз, әдемі отырамыз, кеудеміз көтереміз, иә? Енді қараңдар. Осы балалар спорттық ойындармен қоса қазақтың ұлттық ойындары бар. Жаңа өздерің айтып жатсыңдар, иә? Асық ату, иә? Бұның барлығы, иә? Көп бар, жаңағыдай. Бұның барлығы неге жатады екен балалар? Бұның да ұлттық ойындары, бұнда спорт түріне жатады екен, иә? Өте жақсы, жарайсыңдар. Енді бүгінгі біздің нысана ойынымыз аяқталды. Енді біздің қараймыз. Сендер барлығы бүгін сағатқа дейін жақсы қатыстыңдар. Енді мен бір ойын ойнатамын. Мені тыныштық сақтаймыз. Бәріміз келіп қараймыз. Бір-біреуге келеміз. Кезекпен бейбарыс отыр. Бейбарыс отырамыз. Кім орнынан тұрып кетеді? Кезекпен отырамыз. Мына топта біртіндеп келеміз. Мені барлық тыныш отырамыз. Мына қораптың ішінде балалар, менің дарынды шәкіртім жасырылған. Бұл дарынды шәкірті бүгін сабаққа өте жақсы қатысты. Келіп, мұқият кім екенін көреміз. Келем. Жақындап түсіресің. Отыра қой. Келем. Тыныштық сақтаймыз. Айтпаймыз кім екенін. Өте жақсы. Келем. Өте жақсы. Отырасың. Келесің. Жылдам, тез. Кезек тұрамыз, тіреміз. Тез. Жылдам. Кел, бейбайым, тез, жылдам. Кел. Әділет, қайынды. Жылдам. Кел, жылдам, тез. Тыныштық.
түсініксіз болған болатын болса, SMS арқылы сұрауға болады. Және сабақ қызықты болып сендерге ұнаса, өздерінің достарыңа не істеуге болады? Бөлісуге болады. Егер келіп, тез жылдам келіп ала қойыңдар. Бір-біреуді. Яға саламыз. Салам. Бір-біреуден аламыз. Біреу. Жылдам. Біреу. Бір-біреуден аламыз. Абайлап, көздеріне тұқып алмай. Бір-біреуден аламыз. Отырамыз. Болады. Екеуін алсын. Жай. Отырамыз. Жылдам. Болғанымыз отырамыз. Болғанымыз отырамыз. Болды. Отырамыз. Өте жақсы. Балалар, сендердіге барлығы сабақтың ұнағаны кері байланыс арқылы білуге болады. Барлығы үліпілді басы және достарыңмен бөлісуді белгілеген екесіңдер, Енді барлығымыз сабаққа бүгін жақсы қатыстық, Барлығыңды осы бағалары бойынша барлықтарын қазір сабақта күнделікке қойып берем бағаларыңды. Барлығымыз сабаққа түгел қатыстық, Отыра тұрамыз, асықпаймыз. Енді балалар, мен сендерге жаңа айттым, барлығын сурет көрдіңдер, Бір адамды мен жасырдым. Оның ішінде дарынды адам, дарынды шәкіртім. Сол себептен барлығын көрді, кім екенін, барлығы сол дарынды шәкірттерге мен не беремін? Тосын сый ретінде әрқайсысына бір карандаш менен сыйлық болады. Бұл жерде барлығына мақтау бар. Жарайсың, өте жақсы, керемет сабаққа қатыстың деген. Жақсы, сау болыңдар балалар. Бүгін сабақ ұнады ма бәрімізге? Енді келіп менен бір-біреу ала қойды. Қалағандар. Жай. Барлыққа жетеді, балдар, барлыққа жетеді. Қалаған түстеріңді. Алып сала бермейміз. Алам.